1-2 естіліп тұр ма? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Мен бұл жерде мысалы жаңа елде айтып өтті ғой, біреулер скайпты, біреулер әркімнің өзінің қолданып отырған мен программасында нем жоқ, бірақ әркім өзіне қарай удобно, қалай болады, солай бәрін қолдануға болады. Енді менікі көбінесе алдын ала дайындалған болғандықтан бір кішкене болсын не жағын қарастырайын дегем. Сонда жаңағы айтып өткен браузерде не жерде біз интернеттен іздейтін болсақ, OBS деген бағдарлама, мен қазір мысалы бұл Facebook'қа да, YouTube'қа да, тағы басқа жерлерге тікелей эфирге және сабақтарыңызды алдын ала жазып алуға да мүмкіндік бар. Жазасыздар да, қарайсыздар да, салып көшіруге. Енді бұл интернет жылдамдығы өте жоғары болған жағдайда ғана. Интернет жылдамдығы егер нашар болатын болса, онда бұл келмейді. Сонда мына секілді мысалы видеоларды, сценаларды дайындап қоясыздар, өзі автоматты түрде көрсете береді. Енді мен бұл қолдан бар дүниелерден ғана өзім құрастырып жасап қойған дүние. Мысалы мен сіздерге қазір көрсетейін. Мысалы сцена, мен арт жақ фонды мысалы өзімді немесе әрі-беріге жылжытып, қай жерге қойдым керекін қойып алады. Бұл жаңағы бізде камерада фильтрді эффектілері бар. Соның ішінде мына жерде мысалы бізде хромаки деген эффект бар. Әйтпесе менің арт жағым абсолютно жасыл экран. Сосын жан жақтан кішкене жарықтың көмегімен мен осындай не алып отырмын. Онан кейін жаңа біраз біз бейнемізді реттеу арқылы мен қайтадан жаңағындай қалыпқа келтіре аламын. Онан кейін өзім дайындап қойған алдын ала мына сияқты презентациялар, сосын кейін фильмдер, тағы басқа нәрселерді мен көрсетуге мүмкіндігім болады. Енді мен скайппен көбінесе мен жұмыс жасап көргем жоқ. Біз интернет жылдамдығы өте осы күнге дейін нашар болғаннан кейін мен ол жағын көп зерттеген жоқ. Мынаны мен специально осы тікелей эфирге пайдалану үшін өзім қызығушылығым болғаннан кейін жасап көру үшін жазып алып, сонымен жұмыс жасаған. Так, соның ішінде жаңағы бізде экранды скриндауға да бәріне мүмкіндік бар. Енді не жерде түсіндіре кетейін, программаны қойып орнатып алғаннан кейін не жерде вещание жасау үшін біз Facebook'қа кіреміз. Facebook'қа кірген кезде connect деп тұрады, немесе stream key деген бар. Stream keyді көшіріп әкеп, не жерде вещание дегенге көшіреміз. Үстіңгі жағында Facebook Live деген таңдаймыз. Немесе YouTube болатын болса YouTube таңдаймыз. YouTube'да да stream case деген бар. Ол жерде ключ для трансляции деп тұрады. Соны көшіріп әкеп қоямыз да трансляция жасай беруімізге болады. Яғни бізге маған удобно осы. Бұның ішінде жаңа горячий клавиатуралар бар. Трансляцияны тоқтату, және запустить ету, тағы да басқа нәрселердің барлығын жерден қарап, өз нелеріңізге қарай настройка жасап алуларыңызға болады. Мен қысқаша осы туралы ғана айтайын деген, басқа алып қасарым жоқ. Мысалы, не жерде де студияны өздеріңіз таңдап алуларыңызға болады. Мысалы, не жерде изображениені ауыстыруға болады, суреттерді, басқадай суреттер қоюға болады, әртүрлі суреттерді. Мысалы ретінде breaking news деген сурет, камераны оның үстің жағына қарай шығарам. Мысалы логотипті де оның үстің жағына қарай шығарам. Логотиптің үстіне шығарам. Бұл программа тікелей эфирде де, сонан кейін
жазып алуларыңызга да болот. Начать запись деген басатын болсаңыздар компьютерлериңизге жазып алат. Бул жерде бир айтпагым, жумуштарыңыз жеңилдейт, кичине арт жакка фон коюп, немесе тагы бирдеңелерди коюп, көп монтаж жасап өрө болмойсуздар. Артынан кийин карап, артып кетип калган жерлери болсо кесип, өзгөртүү салуу кыйын эмес. Кыскача айтайын дегеним осы. Көргөндөрүңүзгө рахмет. Алдағы уақытта тағы кездесеміз ғой. Енді келесіде мен интернет өте нашар істеген жағдайдан естеу керек. Сол туралы соның варианттарын қарастыратын боламыз. Сау саламатта болыңыздар.